Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің гуманитарлық мамандықтар үшін шетел тілі кафедрасының аға оқытушысы магистр Айтжанова Сара Егізбайқызы. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің оқытушылары ұлы Абай тұлғасын Мұхтар Әуезов көзімен таниды. Абай жолы роман-эпопеясының бірінші томының жолда тарауынан үзінді. Осы кештен 20 күндер өткен мөлшерде Құнанбай елге қайтатын болды. Құдай бұйырса ертең аттанамыз, жол жарағы сай болсын, ошарылып бөгіп жүретіні болмасын, атқа ерте қонайық деп Құнанбай Қарабас Жұмағұлдардан хабар таратты. Осы сөз шығысымен Құнанбайдың өз қасындағыларда және Жақып Қаратай пәтерлеріндегі Тобықты атаулының барлығы да соңғы бір күнді қарбалыспен өткізді. Елге қайтудың хабары бұл топтың жас үлкенін тегіс сергітіп қуантқан еді. Әсіресе елді қатты сағынған Абай болатын. Ол соңғы уақытта Жидебайдағы шешелерін, ауыл аймағын түсінде де көре беретін. Барлық пәтерлерде бүгін әбігермен қатар күлкі, қалжың, қуанышта көп. Жүреміз, жақында қайтамыз деген сөздің естілгеніне 5-6 күн болғандықтан бұл жұрттың ат тұрманында әзір еді. Соңғы бір жұма бойында сондай аттардың аз-аздап терін алып, ішін тарттырып, суытып, таң астырып, қыстың ұзақ жолына сарттап қып алмақ қарекеті де болатын. Абайдың қайтар жолда мінбегі Аймандай деген бір қаражал, қарақұйрық құла ат еді. Аяңшылдан жол жорға боп кеткен жүрдек әсем нағыз бозбаланың аты. Түс кезінде әкесінің қасынан түстік жеп, шай ішіп, қайта аттанып тағы да базарға барды. Бұл жолы қасында ызғұтты бар еді. Құнанбайдың ақшасы ызғұттының жанында болатын. Ас уақытында Абай әкесінен ақша сұрағанда әкесі ызғұттыға бұрылып: базарға ертіп барда шешелеріне, інілеріне алатын базарлығы болса өзің таңдап алып бер деген. Екіндіге шейін ызғұтты екеуі талай дүкенді аралап жүріп көп нәрсе алды. Әсіресе кәрі әжесі шайшыл, қағаз шайшыл болатын. Абай сол шайдан бастап қант, кәмпит, мақпал, дүрия сияқты көйлек, қамзолдық нәрселер алды. Жатар уақытта ғана Құнанбай қасынан қайтқан майырды ызғұтты шығарып салып қайтып еді. Мырзаның дүниесін кім қызықтамаған, ең аяғы піскен басы майыр да жаңа бір қарбатып асап кетті деді. Немене, малда ақшада ма деп Қарабас сұрастырып еді. Ұлықсың ғой, көрнекті боп жегіп жүр деп анау бер қырдан келген 3 қара атты берді. Ақшалай 500 сомды таға сатты деді. Құнанбайдың жүріске байланғаны Абайды қазір қайындатайын демегені болды. Енді ертең жүреді, бірақ төсекке жатып, ұйқыға кетер алдында Майбасарды қайта есіне алып, оның ділдә тұрған ауылға барып қайтқанын ойлап, Абай ең алғашқы рет өз қалыңдығы туралы құпия ыстық бір сезімді сезгенде еді. Бармады, бірақ көргісі келуші еді. Қандай екен, иегі ителгінің тамағындай деп Майбасар суреттеген. Абай көз алдына ителгі, қаршыға, тұйғын сияқты қырандардың сұлу мойындарын келтіріп, шынымен сондай нәзік, ақшыл тамақ ектердің болатынын ойлады. Бір бүгін емес, мұның алдында да бірнеше рет ділдә жайын өзгеше бір толқынмен ойлаушы еді. Қаладан Құнанбайды шығарып сала келген старшын би төрелер де көп екен. Жиыны 100 шамалы кісі боп біраз тоқырап тұрысып, ақыры қош мырза, жолың болсын, сапарыңды оңғарсын дескен тілектермен қалды да Құнанбайдың 30 шамалы Тобықтыға қарай жол тартты. Жолаушылардың маңдай алдында Құнанбайдың өзі, астында семіз сары жорға аты бар. Арт жағы тегінедей жұмыр келген ақ жал сары жорға ат көп жорғадай күдіс емес, қабырғалы жазаң және зор болатын. Құнанбайдың қалың жылқысының ішінде әрдайым ұзақ жолға, әсіресе қысқы жолға мінетін аты осы еді. Үстінде қара құлын жарғағы бар, күміс кісе буынған, қара мақпалмен тыстатып, қызыл түлкі тымақ киген Құнанбай сырт жағынан қарағанда тіпті зор көрнектеді.
Абайдың аймаңдайы кейде Құнанбай жүрісі баяуласа, жол жорғасын салады да, сары жорға қатты тайып алып кетсе, амалсыздан челе жөнеледі. Челісі бір түрлі қатты мазасыз. Осы жүріс бір бүгін емес, талай күндік жолдың бойында үнемі осылай боп отырды. Бірақ күндізгі уақытта Құнанбай кеп түскенде үнемі тез аттана алмай қалады. Жол бойындағы Шұбартау, Абралы, Дегелең, сонан соң Шыңғыстың батыс жақ сілеміндегі Тобықтының шеті болсын, баршалық қоналқаға түскен ауылдардағы Құнанбайды қажыдан келе жатқандай қарсы алады. Бәрінде де ақсақал атқамінер молда сопының аузында «Қарадан қан тудың, қырғында қылау салмай шықтың» деп көпе-көрнеу қошемет жорғалықтас дейді. Құнанбай аттанып кеткенге шейін мұндай ауылдар құрақ ұшып, қалбақ қағып күтеді. Жол бойындағы осы бірталай ауылдардың атқамінер адамдары Қарқаралыда дәл қыс ішінде Құнанбай алдында болып, дау шарын бітіріп қайтқан екен. Ақы төлеуін, айбаншысын алып, есебін айырып, егескен жерлерінен Құнанбай арқылы өш алғандары да бар екен.